Салт дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімі. Домбыра. Жаңа сөздер. Домбыра, домбыра, домбыра тартамын, играю на домбре. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы, сұраққа жауап бер. Первое задание. Послушай, читай и ответь на вопрос. Менде домбыра бар. Мен домбыра тартамын. У меня есть домбыра. Я играю на домбре. Сенде домбыра бар ма? У тебя есть домбыра? Мен домбыра тартамын. Я играю на домбре. Мен домбыра тартпаймын. Я не играю на домбре. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сен домбыра тартасың ба? Ты играешь на домбре? Я, мен домбыра тартамын. Да, я играю на домбре. Жоқ, мен домбыра тартпаймын. Нет, я не играю на домбре. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Третье задание. Мынау не? Что это? Бұл домбыра. Это домбыра. Сен домбыра тартасың ба? Ты играешь на домбре? Я, мен домбыра тартамын. Да, я играю на домбре. Жоқ, мен домбыра тартпаймын. Нет, я не играю на домбре. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сенде домбыра бар ма? У тебя есть домбыра? Сен домбыра тартасың ба? Ты играешь на домбре? Самостоятельно каждый отвечает на вопросы. Если у вас есть домбыра, то отвечаем: менде домбыра бар. А если нету, жоқ, менде домбыра жоқ. Сен домбыра тартасың ба? Если вы умеете играть на домбре, отвечаем: мен домбыра тартамын. Если нет, то мен домбыра тартпаймын. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Пятое задание. Послушай и повторяй. О. О – дауысты дыбыс. В русской аудитории букву О мы говорим У с палочкой, либо твердый У. О – гласная буква. Буква О у нас встречается в начале слова и посередине. Например, в слове «ушак» в начале пишется «жұлдыз» и «сор» посередине. Сенің атың кім? Менің атым Ұлан. Есте сақта. Кім? Ұлан. Не? Ушақ. Не? Жұлдыз. Қандай? Сор. Ертең мереке. Жаңа сөздер, новые слова. Ертең, завтра, мереке, праздник, асық. Асық иногда называется косточка. Ән айтамын, пою песню. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы. Первое задание. Послушай и читай. Балалар, ертең мектепте мереке болады. Әсет, сен мерекеде не істейсің? Мен мерекеде домбыра тартамын. Мен ән айтамын. Мен асық ойнаймын. Мынау асық. Это асық. Есте сақта. Мен ән айтамын. Я пою песню. Сен ән айтасың. Ты поешь песню. Сіз ән айтасыз. Вы поете песню. Ол ән айтады. Он поет песню. Мен домбыра тартамын. Я играю на домбре. Сен домбыра тартасың. Ты играешь на домбре. Сіз домбыра тартасыз. Вы играете на домбре. Ол домбыра тартады. Он играет на домбре. Екінші тапсырма. Толықтырып оқы. Второе задание. Дополни. Мен ән айтамын. Я пою песню. Мен асық ойнаймын. Я играю в асық. Мен домбыра тартамын. Я играю на домбре. Үшінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Третье задание. Послушай и читай. Бұл не? Бұл асық. Сенде неше асық бар? Менде 8 асық бар. Маған бір асық берші. Міне ал. Рахмет. Төртінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Четвертое задание. Послушай и ответь на вопросы. Алақай. Ертең мектепте мереке болады. Мен мерекеде домбыра тартамын. Айша ән айтады. Қайсар асық ойнайды. Әсет не істейді? Әсет домбыра тартады. Айша не істейді? Айша ән айтады.
Қайсар не істейді? Қайсар асық ойнайды. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Пятое задание. Послушай и повторяй. Дауысты дыбыс. В русской аудитории букву мы говорим у без палочки, либо мягкий у. Буква встречается у нас в начале слова и посередине. Здесь в начале, в слове күн посередине. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Есте сақта. Кім? Үсен. Не? Күн. Не? Үй. Неше? Үш. Әдемі гүлдер. Жаңа сөздер. Новые слова. Түс, цвет, сыйлаймын, подарю, ұнайды, нравится. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы. Первое задание. Послушай и читай. Қарашы, қандай әдемі гүл. Мен анама гүл сыйлаймын. Посмотри, какие красивые цветы. Я подарю маме цветы. Есте сақта. Мен сыйлаймын. Сен сыйлайсың. Сіз сыйлайсыз, ол сыйлайды. Екінші тапсырма. Тыңда, толықтырып айт. Второе задание. Послушай и дополни. Маған қызыл түс ұнайды. Мен қызыл гүл сыйлаймын. Маған сары түс ұнайды. Мен сары гүл сыйлаймын. Маған ақ түс ұнайды. Мен ақ гүл сыйлаймын. Үшінші тапсырма. Третье задание. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Саған қандай түс ұнайды? Какой цвет тебе нравится? Каждый самостоятельно отвечает, какой цвет ему или ей нравится. Например, мне нравится желтый цвет. Мысалы, маған сары түс ұнайды. Төртінші тапсырма. Тыңда, оқы, жаттап ал. Четвертое задание. Читай и выучи. Әдемі гүлдер. Мынау гүлдер әлемі. Қарашы, қандай әдемі. Қызыл, қызғылт, сары, көк. Әдемі гүлдер қандай көп. Если вам трудно учить стихотворение, тогда по строчке надо учить. Например, мынау гүлдер әлемі. Несколько раз повторяем, потом учим вторую строчку и соединяем. Мынау гүлдер әлемі, қарашы, қандай әдемі. Выучили 2 строчки, потом учим 3 строчку и так далее. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. 5 задание. Послушай и повторяй. Дауыссыз дыбыс. В русской аудитории эту букву мы говорим как Н с хвостиком, либо сонорный Н. Буква Н пишется посередине. Шаңғы, қоңыр, бәтеңке. В других позициях слова буква Н не пишется. Так как эта буква не пишется в начале слова, главной буквы Н нету. Сенің атың кім? Менің атым Аңсар. Кім Аңсар? Не бәтеңке, не шаңғы, қандай қоңыр. Х дауыссыз дыбыс. Буква Х встречается только посередине. Произносится и всегда пишется как Х. Жиһаз – мебель, айдахар – дракон, гаухар – бриллиант. Сенің атың кім? Менің атым Гаухар. Гаухар. Не жиһаз, айдахар, гаухар. Мен ертегі оқимын. Жаңа сөздер, новые слова. Ертегі, сказка, қызық, интересный. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы, сұраққа жауап бер. Первое задание. Послушай, читай и ответь на вопрос. Сен не істейсің? Что ты делаешь? Мен ертегі оқимын. Я читаю сказку. Мен ертегі тыңдаймын. Ертегі қызық. Я слушаю сказку. Сказка интересная. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен ертегі білесің бе? Знаешь ли ты сказку? Я, мен ертегі білемін. Да, я знаю сказку. Жоқ, мен ертегі білмеймін. Нет, я не знаю сказку. Үшінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Третье задание. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Бұл қандай ертегі?
Это какая сказка? Бірінші, первая сказка «Арстан мен түлкі», «Лев и лиса». Вторая сказка «Үйшік», «Теремок». Третья сказка «Аю мен түлкі», «Медведь и лиса». Четвертая сказка «Қоян мен кірпі», «Заяц и ежик». Төртінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Четвертое задание. Послушай и читай. Сен ертегі білесің бе? Ты знаешь сказку? Я, мен ертегі білемін. Да, я знаю сказку. Бұл қандай ертегі? Это какая сказка? Аю мен түлкі. Медведь и лиса. Көктем сәні. Жаңа сөздер. Новые слова. Таза, чистый, жаңбыр, дождь, су, вода, сән, красота. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, оқы. Первое задание. Посмотри на картинки, послушай и читай. Бір күні арыстан аңдарға сұрақ қояды. Көктем сәні не? Жылы жаңбыр. Аю, әдемі ағаштар. Қоян, жылы күн. Түлкі, әдемі гүлдер. Қасқыр, таза су. Однажды лев спросил у зверей: что считается красотой весны? Слон говорит: теплый дождь. Медведь: красивые деревья. Заяц говорит: теплый день. Лиса говорит: красивые цветы. Волк говорит: чистая вода. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Второе задание. Дополни. Су қандай? Су таза. Жаңбыр қандай? Жаңбыр жылы. Гүлдер қандай? Гүлдер әдемі. Ағаштар қандай? Ағаштар әдемі. Күн қандай? Күн жылы. Үшінші тапсырма. Суретке қара, толықтырып айт. Третье задание. Посмотри на картинки и дополни. Әдемі гүлдер. Әдемі ағаштар. Жылы күн. Таза су. Жылы жаңбыр. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Өз ойыңды айт. Балалар, көктем сәні не? Здесь каждый ученик должен говорить свое мнение про весну. Кел, қайталайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Первое задание. Посмотри на картинки, послушай и повтори. Бұл қандай әріп? О. Сен домбыра тартасың ба? Я, мен домбыра тартамын. Мынау не? Оның түсі қандай? Бұл аю. Оның түсі қоңыр. Сен не сыйлайсың? Мен гүл сыйлаймын. Сен жұмбақ білесің бе? Я, мен жұмбақ білемін. Сен мерекеде не істейсің? Мен мерекеде билеймін. Бұл қандай ертегі? Бұл арыстан мен қоян ертегісі. Көктем сәні не? Көктем сәні жылы күн. Это какая буква? Это буква О. Ты играешь на домбре? Да, я играю на домбре. Кто это и какого цвета? Это медведь, медведь коричневого цвета. Что ты будешь дарить? Я подарю цветы. Ты знаешь загадку? Да, я знаю загадку. Что ты будешь делать на празднике? Я буду танцевать. Это какая сказка? Это сказка «Лев и заяц». Что считается красотой весны? Теплый день.